Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен өте жұмсақ болып шығатын пирожки дайындайтын боламыз. Арасына картошка және ірімшік салынған. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап алатын боламыз. Ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды құйып, 1 шай қасықта құмшекер, жарты шай қасық тұзымызды және де 1 ас қасықтай майонез салып, 1 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, дрожж қосамыз. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Енді ұнымызды салып, жұмсақ қолға жабыспайтындай қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды аз-аздан салып отырамыз. Видеомды соңына дейін көріп, қолдап кетіңіздер. Арнама жаңадан қосылғандар болса, тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта басқа да рецепттер салатын боламын. Енді қақпағын жауып, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Картошкамызды ашып, суға салып, қайнататын боламыз. Қайнап болғаннан кейін, піскеннен кейін езіп аламыз. Аздап сармай қосып жібереміз. Дәм кіреді, тұз саламыз, сосын жақсылап езіп аламыз. Енді сырымызды үккіштен өткізіп, екеуін араластырып алатын боламыз. Енді қамырымыз көтерілген болса, бөлікке бөліп алатын боламыз. Барлығын бірдей қылып, бөліктерге бөліп аламыз. Қолымызды майлап немесе аздап ұн сеуіп, солай істейсіздер. Болмасам қолдарыңызға жабысып қалады. Көріп тұрғандарды осылай домалақ қылып шығамыз. Бетін жауып, 10 минутқа қалдырамыз. Минуттан кейін енді арасына осылай аздап картошка салатын жерімізді басып шығамыз. Домалақ етіп ашып аламыз. Картошкаларымызды салып шығамыз арасына. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Өте дәмді шығады. Барлығын осы ретпен видеодағыдай етіп, ішіне салып аламыз. Ашылып кетпейтіндей етіп, жақсылап жабыстырып болғаннан кейін, тағы да бетін жауып, 10 минутқа қалдырсақ, пирожкилеріміз жақсы көтеріліп, үлпілдек болып шығады. Табамызға майымызды құйып, қыздырып аламыз. Қатты отта емес, орташа отта пісіріп алатын боламыз. Екі шетін аударып, екі шеті қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз.
Барлығын осылай қызартырып пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай дайын, үлпілдек болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді. Міндетті түрде сыр қосып дайындаңыздар. Егер рецепттерім ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта басқа да рецептер шығаратын боламын.